Барча ассалаумағалейкум, не болса жұмыстар болады па, мына жақта қатып жатыр, оған мән бермейміз деген үміттемін. Кейінірек түзеліп кетер, ойынға кіре салумен видеоны қоса салған едім. Чатам не болса жұмыстар болады па, енді сорас болған болсақ, терек сындыруды басайық. Давай, сындыр, не болса жұмыс... жұмыслар, неге жұмыслар деп мен видеода айта бергенмен. Жұмыслар деп неше мәрте айттым, білесіздер ме, комментарий жазып жіберің. Енді не... Короче, мынандай қыламыз әзір. Мынаны жыға айландырып қоямыз. Тоқта. Әне, сохранить етпеппен, сохранить етіп алайын әзір. Сохранить. Не болды, жегілер, барлығы чөткей болды. Өзлерімізді көре аламыз картадан не отқан. Енді терек сындырып алайық. Хопа. Жаңа жыл жақсы өткеріп алыңыздар ма? Не жаңалықтар? Комментарий жазып кетің, осындай форматта видеолар сіздерге ұнаса. Короче, бұл озвучка форматында емес, видео форматында дауысы өзімен қосылып жазылып қалып. Енді білмеймін, енді қандай болып шығады, сіздерге ұнай ма, ұнамай ма? Монтаждың уақытында өзім көремін, видеоны саламын ба, салмаймын ба? Қызық болып тұр маған. Видеоны салмауым мәлім, бірақ менен анық PvP игрок шыға алмай деген. Бір малды өлтіре алмай жүрмін бағандан бері. Әлбетте өлтіріп алдым. Негедір наманнан мен тасалғым келіп тұр. Әзір болмай жатыр, музыканы өшіріп қояқшы. Әлбетте ол жақсы болды деген ойдамын. Сәл құлағым тыншыды. Теректерді істеп аламыз да, бірінші берстагымызды істеп аламыз. Одан кейін палкымызды істеп алайық. Мынаяқта берстагымызды қойып алайық. Одан кейін не еді? Киркамызды алып, тасларымызды алып алайық. Дейжағым түсіп кетті. Енді алып алайық. Сондай форматтағы видеолар сіздерге ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, подписаться басып кетуіңізді сұранамын. Короче, мен сәл албыраймын, себебі алды орнына ойланбай сөйлегендігі, аузымнан не сөздер шығып кетуін де өзім білмеймін. Мен ойымша бұндай видеолар қызық емес деген ойдамын, бірақ әртүрлі жөнелісте видеоны алып бару керек қой. Тасларды қазып алайық. Сіздерге мысалға осындай тасларды 1 сағат қазып жүрген қызық па? Сіздермен сөйлесіп отырып, өзіме балтада істеп алдым. Мына бір терек көзіме жақсы көрініп тұрыпты, шауайын. Айтқандай достар, мен бұл версияға алдын көріп жүрген модларымызды орнатқанмын. 1.12 версия, 1.12.2 версия мынау. Сіздерге де осы модлар керек болса, мен телеграм каналымда болады, бірақ телеграм каналды еле ашқам жоқ. Ашсам осы модлар болады. Әлбетте, одан басқа да модлар бар. Мен модларсыз ойнаған жақтырмаймын. Енді, жүретін ауқатлар десем де болады. Жүретін ауқатлар. Яғни крабат. Ойнап айттым, менен ағыз PvP игрок шығады. 4 қыпсы бар адамдарды арқайын өлтіріп тастай беремін, маған бәрібір. Мынандай қылып мынаған кірсем бекен, кірмесем бекен. Терек шауып отырып, ойлан, кіремен. Болды. Ақырғы сөзім, кіремен де кімдер бар екенін көремен. Қонақ келді. Зомби. Отырып тұрма зомби? Зомби отырып тұрма? Бір ұрайықта. Яқшы оғанда көндік. Зато бұларда күнге қарсы крем жағы болмайды. Мен күнге қарсы крем жағы болама. Чатам. Енді мынаяқтағы зомбиларды қарайық. Мынаяқтағы зомбиларды ахуя ғой. Дахуя емес, көп деп сөйле. Көп. Қарақалпақ тілін әсте ақырын жоғалтып атсаң, Дамир. Дұрысы бол. Зомбиді өлтіреміз. Мынаяқтан тағы бір зомби келатыр. Оны да өлтіреміз. Енді өлтіреміз. Бір қыпа алмай зомбилерді өлтіріп тастадым. Мынаяқтан және бір зомби
күнге каршы крем жакпаган зомби келаткан экен, onu да өлтүрөбүз. Енді менин оюмча могул калмады. Мындай жарык кылатын мод да коскон маған айткандай. Шахталарга киргенде силер үчүн караңгы болуп турмоо үчүн, маселен, пакел болмай калат. Сол кезде силер эмне көрүп турганыңызда капкараңгы болуп калат. Енді не істеймін? Маған сасыған көч керек емес, әлбетте. Мына жақта және бір жүретін ауқатлар бар екен, ол ауқатларды да алып кетеміз. Биттеңиз хам қалмайсыз. Хаммаңыз қолын көчөсүз әлі. Әлбетте енді мына жаққа мен жүруім керек. Мындай қылып, міне көргеніңізде анимациясы чөткей. Осы жерде және бір нәрсе айтып өтуім керек. Каналға жазылып, лайк басып, подписаться басып, мені қолдап, Қаралбақша ютубты қолдап, әрқандай қиыншылықтарға қарамай 100 подписчикке жеткен, жақында 100 подписчикке жеткен баланы қолдап кетуіңізді соранамын. Рахмет, 100 подписчикке жеткеп тастапсыздар. Енді солай етіп 200 подписчик, 300, 400, 1000, 100 мыңға да жетіп кете берейік деген үміттемін. Қаралпақ ютубына Майнкрафт терлер жүдә һәм аз білетіндеріңіздей. Енді сол Майнкрафтты алып келу менің вазифам деймен бе, не қыл деймен, міндетім деп көріп отпан өзім. Әлбетте, менен де басқа ютуберлер жүдә һәм көп емес, санасаң бармақпен санарылдай. Енді мына малларға қарап тұрпан. Чотам менне PvP игрок шықпайды деп кім айтты? Сен малма, сен айттың ба мал? Кеш менне PvP игрок шықпай ма? Ке, айтқандай шошқаның көшін мен жеу үшін алып отқан жоқпан. Шошқаның көшін мен опыт үшін алып отқан. Шошқаның өзін опыт үшін өлтіріп отпан десем де болады. Короче, мына бір шошқа бүйтіп оралмай ма не? Мына өзін, бак болып қалды. Және біреуін алып, бам, өлтіріп тастаймыз. Ендігі мақсат. Онда және бір екі шошқа жүрген екен. Бір шошқаны бам деп өлтіреміз. Сосын мына шошқаны да бам деп өлтіреміз. Сияқ бам емес, бум деп өлтіреді екенбіз. Шошқаның көшін ат тастай қойыңыз, сілер жейді деп ойлап қаларсыз. Бізде халалға қотылы жейміз. Зомбидің көшін, бұндай көшілерді жей бермейміз. Әлбетте, зомбидің көшін жеуге болады, себебі адамға құпы керек. Айтқандай және бір мод, как раз ебі келіп тұрыпты. 1.12 версияда қосылмаған, анда 107 модты қосып қойыппан. 1.13 версияда қосылған еді, бак болып отыр нерде де. Құмның үстіне қашан көрдіңіз гүл өскен. Майнкрафтта бірақ ол өсе береді бак арқасында. Енді мен көп жыл жүріп тастаппан. Енді осы жерден видеоны тамамлаймын деген үміттемін. Жақсы лайк басуды ұмытпаңыздар. Короче, давайте.